Танымал продюсер Гүлзира Айдарбекова алғаш рет пәтер алған кезін және тұңғышы Қайрат Нұртас 5 айлық кезінде күйеуін пышақтап кеткенін алғаш рет айтты. Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Пәтер алу жолына қандай қиындыққа тап болғанын да, тұрмыс құрған жылдары орын алған ауыр оқиғаны есіне алды. Продюсердің айтуынша, жолдасы Нұртас екеуі екі жақтан жұмыс істеген көрінеді. Нұрекемде күндіз-түні тынбай жұмыс істеп үйге ақша жинады. Жас отбасы болғандықтан менің де көмектескім келді. Аула сыпырушы болып жұмысқа орналастым. Көшеде жүргенде қатты қорқатынмын. Таныстар мен көршілер көріп қоймаса екен деп бетімді жерден алмай сыпыра беретін едім. Үлкен әже болып киініп тек көзімді ғана ашып жүру қиын болса да шыдадым. Жұмыстан намыстанып тастап кеткім де келген күндер болды. Бірақ мақсатымыз айқын болғасын соңына дейін көнуге тура келді. Сол кезде арсыздықпен ақша таппай, адал еңбекпен жұмыс істегеніме қуанамын. Бірақ аула сыпырушы жұмысынан шықтым, екінші мүмкіндіктің ашылатынын білдім дейді продюсер. Сондай-ақ тұңғышы Қайратқа жүкті кезде саудамен айналысқанын да жасырмады. Қайратқа айы күнім жетіп ауылға босануға бардым. Сол кезде ауылдың дүкендерінде импорт деп аталатын киімдер келіп жатыр екен. Ол кезде ешкім бренд деген сөзді білмейді. Сол киімдердің бәрін сатып алып, жоспарымды өзгертіп, қалаға келіп таныс қыз-келіншектерге саттым. Қалада ондай киімдер қымбат әрі тапшы. Нұрекеңе саудаға шығатынымды айттым. Ол да қарсы болмады. Ауылдан әкелген киімді бір күнге жетпей, жатақханада тұратын қыз-келіншектер талап алып кетті. Күніне 200-300 сом ақша таптық. Нұрекең екеуіміз 15 күнде алғашқы көлігімізді алдық. Көп ұзамай армандаған бір бөлмелі пәтерге ие болдық деп еске алды продюсер. Қайрат 5 ай болған кезде Нұртасты Павлодар қаласына практикаға алып кетті. Ол кезде политехтің студенті болатын. Бізге жас отбасы деп институт 2 бөлмелі жатақхана берген еді. Мен сол жерде қалдым. Екеуіміз 2 қалада жүрдік. Павлодар қаласына барғаннан кейін жас жігіттер би кешіне шығады. 25 бала болып барады. Сол жақтың 50-60 баласына тап болып қарсы төбелеседі. Нұрекең сол кезде әскерді енді бітіріп келген жылы болатын. Тепсе темір үзетін күші бар еді. 25 баланың бәрі әскерге бармаған. Арасында 2-3 жігіт қана барған. Қалғандары институттың бір курсын бітірген жасы 20-ға да толмаған жас жігіттер. Бұзақы жігіттер араларындағы Бауыржан деген баланы шақырады. Қолдарына пышақ барын анық көрген Нұрекең оны артқа қарай итеріп, өзі төбелесуге кетеді. Сол сәтте барлығы Нұрекеңе жабылып, ішіне пышақ соғып, терісін жыртып жібереді. Маған хабар келгенде ең бірінші басыма келген ой, 5 айлық баламен жесір қалдым ба деген болды. Қатты қорқып кетіп, бір орында тұрып қалғаным есімде. Қазіргідей бірден ұшып баратын мүмкіндік жоқ. Отбасы болғаннан кейін әртүрлі сынақтың болатыны белгілі. Біреу ақшамен, екіншісі жоқшылықпен, енді біреуі денсаулықпен сынайды. Сізге таныс емес нөмер хабарласып, күйеуіңіз пышақталды десе қандай күйде болатын едіңіз, оқырмандарын ойландырып қойды. Продюсер одан кейін күйеуінің қасына қалай жеткенде айтып берді. Бірден әпкеме хабарластым. Оған барлық мән-жайды түсіндіргеннен кейін Павлодарға ұшатын рейс іздедік. Ол табылғаннан кейін билет жоқ. Әпкемнің ауған соғысының ардагер танысы болатын, соған бардық. Саған кезексіз билет береді ғой, көмектесші деп. Ол бірден билет тауып берді. Оны алатын ақша жоқ. Өзім сол кезде қымбат көйлектер киетін едім. Әпкем базарға барып көйлектеріңді сатасың деді. Жайма базарға барып 10 шақты көйлегімді тізіп қойдым, 1 сағатта өтіп кетті. 5 айлық баламмен жүре алмайтыным белгілі, Қайратты қайным мен келініме тастап кеттім. Олар бала бағудан қорқып ауылға беріп жіберген.
Емізулі баламды қимай ұзақ жыласам да, күйеуімді көзіммен көру керек болды. Сөйтіп бірінші рейспен Павлодарға ұшып, күйеуімнің жанында болдым деп продюсер сол кездерді еске алды. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.